Олдашев Жандос, қалайсыз? Жақсымын. Сәлематсыздар ма? Мен осы құлағымдағы сырғама қарап, елдер балашатын әйел сияқты оқалдың деп айтып жатыр. Қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Ораза қалай әсер етіп жатыр сіздерге? Геннадий Найткул, Мусабекова. Здравствуйте, сәлематсыздар ма? Біздің 11 мамырда сабағымыз басталады, білесіздер ғой, е? 11 мамырда сабақ басталады, тіркелгендер бар ма осы жерде? Және біздің 8 күнгі марафонға қатысқандар пікір айтқылары келмей ма? Ешкім шыққысы келмейді ма? Қайырлы кеш, қалайсыздар? Қатысушы. 8 күндік кешегі марафонға қатысқан қыз. Әсел. Әсел, сәлематсың ба? Саламатсыз, қалайсыз? Маған запрос жіберіпсің ғой. Иә. Сіздің Сені сабағыңызға тұрақты оқырманым деп, осы 8 күндік неге сабаққа қатысқаныңды білем, сенің бүкіл комментарийларыңды оқыдым. Түрің көрінбейді, Әсел. Иә, сол не істеп жатқан едім? Қосып жатқан едім. Әсел, сен қай жақта тұрасың, қай қалада? Мен осы Алматы қаласында тұрамын, негізінде Шымкенттің қызымын ғой. Жасың қаншада? 19-дамын. Мына бетіндегі эффект саған мешать етпейді ме? Соны алып тастайын деп жатқан ғой, іздеп жатқан едім, таба алмай. Болды, айта беріңіз. 19-дасың. Сабаққа қанша рет қатыстың? Осы мен 2-ші рет қатыстым, 3-шісінде осы мамырда тағы да қатысайын деп жатырмын. Неге қайта қатысып жатырсың? Өйткені результаттар күшті болады, әсер етіп жатады сіздің техникаңыздың өзі. Например, өткен сабақта барлық техниканы бәрін жасап көрдім. Кешірім техникасы болсын, су техникасы болсын, армандар болсын, аффирмация, визуализация, маятниктер болсын. Соның барлығын жойып, тек негативті өмірде емес, позитивті өмірде өмір сүру керектігін біліп. Қиын ба, оңай ма? Басында әрине қиын болады, өйткені көбінесе қазіргі таңда адамдар негативті өмірде өмір сүріп жатыр ғой. Соны позитивке айналдыруға қиын. Жан-жақтан етектен тартып көңіл күй түсіретіндер көбейіп жатыр ма? Иә, қазіргі таңда сондай. Сол үшін позитивті өмірге уақытша болғаннан кейін ең бастысы сенімділік болу керек өзіне. Сенімділік бар ма? Иә, әрине бар. Жігітің бар ма? Кеше сізге жазған болар. Жігітің бар ма? Қанша жасында тұрмысқа шығам деген ой жоспарың бар? Уақыт өзі көрсетеді. Асықпайсың? Бұйырғаны. Өз адамыңды күтесің? Әрине. Сабақ туралы тағы қандай пікір айта аласың? Сол сабаққа қатыспағандарға айтқым келеді. Қатысыңыздар, өте нәтижесі күшті болады. Кеше мен Айнұр тәтеге жазған болатынмын, өзім аффирмация арқылы сөздер айтып жүрген едім, солар орындалып жатыр, маған ұсыныстар түсіп жатыр деп өзім қалай айттым, солай болып жатыр. 28 күндік оразаны 3 ай ұстаған болатынмын, 3 рет. Қазіргі кезде ораза ұстап жүрмін. Оразамен бірге ұстап жүрсің ба? Иә, бірге. Ұстау керек. Енді қарашы, Әсел, сен енді ғажайып 28 күнді 3 рет толық ұстадың ба, жоқ арасында үздің ба? Вообще мүлде ешкіммен ұсыспай, ренжіспей өмір сүру. Ұсыспай, ешкімге ренжімей, қайғырмай, қиналмай, уайымдамай өмір сүру вообще мүмкін бе екен? Иә, мүмкін, иә. Өзіне байланысты болады ғой көбінесе. Ата-анаң тарапынан қарсылықтар болып, туысқандар, бауырлар тиісіп ондай болған жоқ па? Жоқ, ешқандай проблема болған жоқ басында. Барлығы жақсы, ойдағыдай. Мамам өзі айтып отырады, қалай тыңдап отырсың ба, сабағын үзбе, сабағын қарап отыр деп.
Машаллах. солай. Өйткені бізге көптеген қыздар жылап жазады, біз оқығымыз келеді, үйренгіміз келеді. Айнұр ханым, менің әке шешем қарсы деп кеше келді. Ол әке шешесі ойлайды екен, біз сектаға кіргізіп жібереді деп ойлайды екен. Жоқ, ондай емес. Сол үшін адамның өзінде жақсы өзгеріс болса, әке шешеге деген құрмет көбейіп кетсе, конечно, әке шеше қолдайды оны. Әрине, мені қолдайды. Өзімде түпсана кітабы бар ғой мына. Машаллах. Осының бәрін оқып шыққанмын. Алдыңғы сабақтарда барлық жазған бәріне блокнотқа барлығын қарап соларға. Сондай. Қуаныштымын Әсел. Сәттілік тілеймін. 11 күн сабақта тағы күтеміз сені. Келе жатқан Бұрынғы қатысушыларға арнап бір күндік сабақты полный жаңағы өткіземіз деп тұрмыз. Екінші қайтыс. Қарайым парақшаңа кіріп онда. Әсел деген қыз жасы. Соңғы сабаққа қатысқан қалай болды, қандай нәтиже болды, соның бәрін жазған болатын сізге. Машаллах. Оқимын Әселек. Әсел деген қыз 19 жаста, өте сұлу қыз, басы бос, сондай бір күшті қыз. Жаңа естідіңіздер, ғажайып 28 күнді 3 рет өттім деген қыз, ол деген сөз тау құлап атса мыңқ етпейтін мінез қалыптастырды деген сөз ғой. Мен сені құттықтаймын Әсел. Жарайды. Бағың ашылсын, Аллахтың нұры жаусын саған. Мен Ақжолтай деген бір жігітті қосқым кеп тұр, өйткені ол кісі күшті, бір нәрсе жазып қойыпты. Ау жаным. Так, тағы бір қарап келейін мен. Мен қосасып айтатын нәрсе көп дейді. Қамара, запрос жіберіңіз. Ағылшынша жазған тілекке үлкен рахмет. Енді смайлик, жүрек, поцелуй болғаннан қарағанда күшті тілек ау, бірақ мен ағылшыншаны білмеймін. 11 күні карантин бітеді дейді. Қалай қарайсыз? Өте жақсы қараймын. Қалай қарай? Өте жақсы қараймын. Жүзіңізден от төгіліп тұр. Мен де қатысам екінші рет. Аллах бұйыртса, әмин, Аллах зейініңізді ашсын. Сабаққа қалай қатыссам болады? Соңғы постты оқысаңыздар болды. Сабаққа қатысудың оп-оңай жолын көрсетейін қазір сіздерге. Мінекей. Мен парақшама кіресіздер, Инстаграм парақшама кіресіздер. Сосын мына талпинкті басасыздар, болды. Все, міне басылады. Таплинк деген жазып тұр ғой. Ойла, талпинк деп қоямын, мен білмейді екен, позор ятай. Мінекей мына жерде, мына координаттарға 3000 теңгені лақтырасыз. 4 спикер болады. Айнұр Тұрсынбаева, Айнұр Асқарқызы, Гүлшат Баубек, Асылзат Арыстанбек. Чекті даму сабақ деген парақшаға жібересіздер. Болды. Даже WhatsApp номер керек емес. Мынаған 3000 теңгені аударасыздар, түсіретін, даму сабаққа жібере қоясыздар директіне. Все, сізді қосып алады. И запрос жіберуді ұмытпаймыз. Запрос жібереміз бірінші, екінші чекті жібереміз. Екі нәрсені жібереміз, не забудьте. Өйткені көп адам чек жіберіп қояды, запрос жібере алмайды. А запрос жібермесе біз оларды қоса алмаймыз. Туған күніңізбен құттықтаймын. Туған күні басталайын деп келе жатыр қазір. Мен негізі 3 май күн туғам. Бірақ менің апам осы елдің бәрі мереке болып жатқан кезде, тойлап жатқан кезде тойлатсыншы деп 1 май деп жазып алған ғой. Туған күніңізбен рахмет, рахмет. Ғұмырлы болыңыз. Әмин. Әмин. Мен өзімнің психотерапевтмен жұмыс жасау барысында нені байқадым? Мен көбінесе мен әке шешесі өскем, апам қолында өскем, қиындық көргем деген сияқты көп нәрсе айта береді екенмін. Бірақ менің қарап отырсам, үлкен плюсым, мен ешкімде жоқ үлкен махаббатты көтеріп жүр екенмін. Ешкімде жоқ.
ол халықтың махаббаты екен да. Мен прямойға шыққасам туған күнімен былтыр қаншама 100 000-ға жуық адам құттықтады да. Сондықтан айтысқа шыққанда қанша мың халық қол соғып отырады, тренинг жасасам да қанша мың халық ағылып келеді. Прямойға шыққан кезде мысалы үшін 12-13 мың, өткенде 57 000 адам кіріпті бір сағаттың ішінде. Бұның барлығы маған деген халықтың махаббаты ғой. Сондай халықтың махаббатын көріп тұрып, сондай халықтың алақанында жүріп, мен деген сондай қиындық көргем, мен мейірім көрмегем деген шынында ұят екенін енді түсініп жатырмын да. Сондықтан біз көбінесе солай ғой. Мысалы үшін мына жақта күйеуіміз жақсы болса соған шүкір, Құдай-ай, Құдай, Аллахым рахмет маған бағымды ашқаныңа демейміз. Мен әкем нашар адам, мен тастап кеткен деп ренжи береміз. Немесе үйде тәп-тәтті балаларымыз бар, мама деп жүгіріп жүреді деп соған қарамаймыз. Мен балалық кезімде өте қиындық көрдім. Мен анамды түсінбей, мені вообще өгейлік көрсетіп, менің апам баққан деген сияқты бір бәлені тауып аламыз да. Сондықтан мына маңайларыңызға қарасаңыздар, сізді шексіз жақсы көретін, сізді бағалайтын, құрметтейтін нағыз бақыт байлық қасыңызда жүр да. Біз көбінесе оны жауып тастаймыз. Бүгінгі күнімізге көзімізді жұмамыз да не істейміз? Қайғыратын түк жоқ та, бәрі жақсы, тамағымыз тоқ, аузымызды ашып алдық, бала шағамыз ойнап отыр. Енді не істейміз? Қайғыратын бір нәрсе керек қой, бір нәрсемен заниматься. Не істейміз? Мен баяғыда 2015 жылы бір оңбаған менің жолымды кесіп, менің баяғы ақшамды алып кетіп бермей кеткен. Ол деген крупный сумма. Соны әлі ала алмай жүрмін. Уже бәленбай жыл өтіп кеткен, әлі соны. Әйтеуір қайғыратын бір нәрсе тауып аламыз да. Рахмет, Аллах разы болсын барлықтарыңыздың жылы пікірлеріңізге. Үлкен рахмет. Жүректеріңізге мейірім берсін. Өткенде мен бір Фейсбукқа кіріп кеттім. Кіріп кетсем, бір өнер адамының суретін қойып, соны астына жазып жатыр. Оңбағандар, ұятсыздар шашын жұлу керек. Бұндай оңбағандар жер басып жүрмеу керек. Былай қарасаң, халықтың әп-әдемі бір әншісі да, мен туралы да ондай нәрсе көп болады. Былай қараған кезде, мына бір өлік сені жеп атқан құзғындар елестеп кетеді кей кезде маған ше. Сыртынан әке шешесіне шейін қарғап-сілеп. Өткенде бір кісі, әп-әжептеу журналист кісі, менің Айнұрдың шыққан тегі дұрыс емес деген сияқты сөзге дейін айтып кеткен да. Бұл мен ана кісіні аяп кеттім ше. Ол кісінің бала шағасын аяп кеттім. Құдай-ай дедім да. Менің кесірімнен ана кісі дедім өзіне күн арқалап алдау деп жаман болдым. Сонда мысалы үшін маған тискеннен оның маған дым әсер етіп жатқан жоқ, менің бағымды байлап алып жатқан жоқ, менің қолыма келетін Алланың берген несібесін азайта алмайды олар. Бірақ айта береді да бүйтіп ше. Көбіміздің тіршілігіміз сондай ше. Көбіміз үйде отырып алып енемізбен бөлек тұрамыз, бірақ сонымен жауласып. Мен жек көремін оны, не істесем болады. Бәріміз бір проблеманы тауып алғанбыз, тесетін біреу тауып алғанбыз да. Бәріміз біреумен алысып жүрміз. Кіммен алысып жүр, ойлаңыздаршы. Күйеуіміздің любовницасы, жұмыстағы бір оңбаған бар, апайыммен ауысып жүрмін, қайынсіңілім күн бермейді, біреу күйеуімен алысып жүр, біреу вообще қызым тіле алмайтын, қыздан қалай құтыламын, өзінің баласымен алысып жүр да. Гүлмира ау жаным, ораза айында алдамаңыз, Алла көріп тұр, әйелдер тез алданып қалады. Сіз лапшаны іліп отырасыз, халық деп өтірік алдамаңыз дейді. Гүлмира деген кісі айтып отыр еді. Біріншіден, бұл кісі менің өзімнің ойымша психологиялық тұрғыдан бұл кісі, видимо, не өте қатты алданудың құрбаны болған, не өзі сондай алдаумен айналысады. Бір Алла біледі да. Сондықтан сіз лапшаны іліп отырсыз деп айтудың өзі, әйел адамның сен лапшу не вешай деген сөздің өзі әйелдік энергетиканың төмендігін, грубость, анайылық, тұрпайылықтың жақсы дамып кеткендігін көрсетеді. Өкінішті әрине. Бұл кісі өзін шынайымын, шындықпын, бұның бәрі лақатрон деп отыр. Жолы болмайтын адамның бір сипаты, былайша айтқан кезде все. Жас болып кетіпсіз, рахмет. Туған күнді қайда атасы бойынша дұрыс деп ойлайсыз? Ол жағын білмедім. Маған өзіме и так удобно, и там үшіде, бірде без разницы. Мен жалпы туған күнді тойлап, шулатпайтын адаммын. Негізі білмеймін, неге екенін білмеймін. Туған күнді тойлатуға қатты бір жүрегім дауаламай ма, білмеймін енді. Не үшін екенін. Туған күніңізбен рахмет. Аллах сендеріңіз ашсын, үлкен рахмет. Маған деген махаббаттарыңыз үшін, мейірімдеріңіз үшін Аллах тағала сіздерге разы болсын. Тура сағат 12 туған күнімде мен сіздермен тікелей эфирде отырмын. Телефоным жарылып жатыр уже примерно.
Саламатсыз ба? Қуаныштымын, өте қуаныштымын. Саламатсыз ба? Туылған күніңізбен. Рахмет. Бүгін қосыламын деп күттім, қосылып отырмын сізге. Өте қуаныштымын, өте қуаныштымын. Ұлым Қай ұйықтап жақтан жатыр. хабарластыңыз? Қызылорда қаласынан. Мен Қанша сіздің балаңыз бар? сабағыңызға бір ұлым бар. 20 жасымда бесплодие болған, 30 жасымда босанғанмын. Мына жерде 6600 кісіге бердім. Сеніңіздер бір Аллаға. Жолдасыңыз бар ғой, иә, сонда? Жолдасым жоқ, баланы жалғыз өзім тәрбиелеп жатырмын. Шүкір Қайда болады, тұрасыз? жолдасым болады, келеді, оған сенімдімін. Келеді. Қайда тұрасыз? Қазір ата-анамның үйінде карантинге байланысты Қызылордадамын. Негізі Астанада тұрамын. Жұмысым бәрі Астанада сонда, қайда үйім тұрасыз? Новый вокзал жақта. Үйіңіз бар ғой, да, Жүрегім өзіңіздің сонда? иә, жүрегім аузыма кетті. Туған күніңізбен сізді қуаныштымын көргеніме. Мен де қуаныштымын. Ұлыңыз Сіздің қаншада? ұлым 3 жаста. Тәп-тәтті ұлым бар қазір. Иә, маған 19 жасымда студент кезімде болашақ өмірім бәріне крестик қойып берген. Сенде бала болмайды. Бір ячейкаң жоқ. Типа енді бітті да. Мен содан сенесіз бе тұрмысқа шықпай жүргенмін 28 жасымда. Қорқып. Содан тесттерге қатыстым, әйтеуір осылай жүріп, сіздің сабағыңызды тыңдап жүргеніме 1,5 жыл болып қалды. Көп сабағыңызға қатыстым, ютубтан тыңдадым. Қыздар, мына жерде оқып жатқан жігіттер, қыздар. Жаратушы тұрғанда жаратқанда не сұрайсың деген. Жаратушы тұр ғой, жаратушы тұр. Сіз ортада тұрған көпірсіз. Қуаныштымын, жаман қуанышты болып тұрмын. Мен бүгін күттім, қосыламын деп күтіп тұрдым, прям қосылдым ше. Дайындап тұрғанмын наушнигімді әкеп. Қазір айналысасыз? Балабақшада жұмыс жасаймын, баламмен бірге 3-ге толғанша жұмыс жасауым керек болды. Негізі университетте сабақ беремін, мұғаліммін. 2 жоғарғы дипломым бар. Қандай саладан бересіз? География, экология, эколог мамандығы. Машалла. Жүрегім аузыма келіп тұр, шынымды айтсам. Маған бір ел таныған үлкен бір кісі айтты. Сенің сабағыңа ауылдың оқымаған надан әйелдер қатысады деді. Соңғы сабақты айтайын деп едім, Айнұр апай, мына жерде көріп отқан кісілерге. Естіліп тұр, айта беріңіз. Айнұр апай, естілмей қалып жатырмыз ау деймін бір-бірімізге. Естіп тұрмын сізді. Естідіңіз ба? Аха, мен что-то қатып қалдым. Мына жердегі айтайын деп едім. Келесі 10 күндік сабаққа өзім де қатысам, бұйырса мен 2 құрбым, 3-ші мен өзім сабағымды бердім, теңгесін төледі. Сөйтіп қатысқанбыз. Результат енді волшебный, айта алмаймын. Мына жерде көріп отырған кісілерге айтатын едім, миллионның сабағы, шын қатысыңыздар. Мен кешегі соңғы сабақта денсаулық сабағына және бұлшық баубектің сабағына 6 айлық өмірім дегенде білесің, жылап жерім отырып. 6 айлық өмірім қалып тұр, не істеймін деп шынымен ойланбай дегенбіз, білмейміз, ертең не болады білмейміз. Сондықтан қазағым, мына жерде бәрі қазақтар ғой көріп отқан. Қырғызстаннан да көреді екенсіз, қуаныштымын. Бәріне айтамын. Иә, көріңіздерші, бәріне айтып. Үлкен мүмкіндік. Сіз көпірсіз ортада тұрған, Алламен ортада тұрған көпірсіз үлкен. Алтын көпірсіз ғой, алтын апайсыз ғой, сіз алтынсыз. Баға жоқ бізде, баға жоқ. Мүмкін емес айтып кеткенмін. Қуанып кәдімгідей. Рахмет. Аллах қолдасын, өлдір ханым. Иә, рахмет. Үлкен нәтижелер күтемін, өлдір. Үлкен нәтиже болады бұйыртса, мен тау қопаруға дайын тұрмын қазір. Аллах қолдасын. Әуелі Алла. Одан сіздің арқаңызда. Туған күніңізбен тағыра. Көп жасаңыз. Ауырмаңыз. Құрысылығын көріңіз. Тағы да 5-6 ұл табыңыз. Жасы бәрі. Барлық қазақ халқына ораза қабыл болсын деймін. Қосылғанына қуаныштымын тағы да. Ауыз бекіткен жандарының дұға тілектері қабыл болсын. Бірақ нәрсе айтам, жаратушы тұрғанда жаратқанда не сұрайсың деген бірақ сөз айтқым келіп тұр. Аллаға сеніңіздер. Аллаға сеніңіздер. Рахмет, Айнұр апай.
қуаныштымын. Аллах тура жолға салған адамды ешкім адастыра алмайды екен. Адастырғанды Адастыра алмайды. адам тура жолға сала алмайды да. Сол үшін Адастыра бір алмайды. Аллаға жабысқан кезде орындалмайтын арман жоқ қой. Енді сізге айтайын тағы бір мысал, осы сабақтың нәтижесі. Мен апрель айында осы ауылда болдым, 22 марттан бастап Қызылордадамын. Мен АЭС болатынмын өкіметтен. 42 мыңға ілінбей қалдым, потому что ЕСП төлемеген. Енді сенесіз бе, осы апрель айында мен кеше ораза бастауға садақа беріп бастадым. Жаңағы ауыратын балаларға. Енді өзімде ақша болмағасын барымды беріп отырмын. Сіздің қайырымдылық қорыңызға, дәулеттің қайырымдылық қорына аударып отырмын. Мен осы апрель айында 4 рет ақша алдым, сенесіз бе? 200 мыңдай. Мен қайдан түскенін білмеймін, өкімет аударып отыр. Мен өзім в шоке. Папа айтады, сен қазір бәрімізде миллионер боласың. Сенесіз бе, сондай жағдай болып отыр. Жұмыссыз отырмын, бірақ Ольга маған ханым, келіп жатыр. бүгін жаңа тура сағат 12-де сіз қосылдыңыз. Енді Қазақстан уақыты бойынша мен туған күнім басталып жатыр ғой енді. Мен туған күн тойламаймын. Енді бұл жақ биыл тем более тойланбайды да. Бірақ туған күнім мен сіз келіп жылы пікіріңізді айтып жатырсыз. Сіздің балаңызға мен 42.500 теңге берейін. Менің атымнан балаңызға күшті бір сыйлық алып беріңіз. Ой, рахмет, үлкен Аллах рахмет, тағала Алла несібеңізді көбейтсін, несібеңізді молайтсын. Ұлыңызға күшті сыйлық алып беріп айтыңыз. Бұны сенің папаң жіберді деп айта беріңіз. Мен папасын никогда оған айтпаймын, жамандамаймын. Оның әкесі өте керемет адам. Мен сенем, Тем более. келетініне сенем. Өйткені ол махаббаттан жаралады ғой балам. Сенің папаң жіберді деп айтыңыз балаңызға. Айтам, міндетті түрде айтам. Астанаға барып, арнайы алып беріп, сосын солай айтам сізге. Сіздің атыңыздан деп. 42.500 теңге қазір маған карточка жіберіңіз дайректке. Біз саламыз. Бізден бір сыйлық сізге. Аллах қолдасын, Ольга ханым. Жақсылықта кездесейік сізбен. Жақсы көремін. Вот так вот. Мені шулап құттықтап жатыр мына жақтарда. Бала шағам звондап таппай жатыр, телефон алсаңызшы дейді. Біз сізді құттықтап жатырмыз ғой дейді. Бәрі жазып жатыр. Айнұр әпке туған күні, Айнұр көкем туған күнімен, Айнұр әпке жандарым. Туған күні кішкене бәріне жауап бер. Индира Шим, менің жаным. Аллахтың нұры жаусын барлықтарыңызға. Жылағым келіп кетті ғой, не в тему, да? Ұятай. Мен жылауық адаммын шын негізі. Неше дұрыс емес қой бұл. Олай емес дейді. Кеше айтты ғой маған, сізге надан әйелдер қатысады деп бір кісі маған жаман тіл тигізіп мен жылатып қойды. Олай емес, менің 4 дипломым бар, бастықпын мемлекеттік қызметке, сабағыңызға қатысып квартира алдым дейді. Вот оқыңыздаршы. Міне надан адам ба осы кісілер? 4 дипломы бар, мемлекеттік қызметте істейтін. Маған бір үлкен министрдің келіншегі қатысады. Англияда оқып келген. Айта алмаймын енді оны. Вице-министр. Или министр, вице-министр, по-моему. Англияда оқып келген. Маған айтады ғой, Айнұр ханым, ол кісі кішкене русскоязычный еді. Джон Кеха дейді, сіздің жаныңызда сөйлей алмайды ғой дейді. Мен соған жирек болып қалам. Англияда Джон Кеханың ағылшынша тренингтеріне қатысқан кісі да. Альхамдулиллах. Мінекей, мен кішкене қоштасайын сіздермен, өйткені мына жақта халқым құттықтайын деп шулап жатыр. WhatsApp-қа да жауап беріп бір ыңғайлап алайын. Аллах разы болсын. Солай айтқан адамдар надан шығар мүмкін. Ну, енді ол үшін обсуждать етпей қояды, иә? Өздері біледі. Мен никогда, мен ешқашан ақталмаймын. Менің істеп жатқаным дұрыс, мен алаяқ емес, өйткені мен ақтауды. Мен халықтың алдында, мен ешкім алдында ақталмаймын. Өйткені халық өзі ақтап алып отыр. Өздері тілегін айтып жатыр, өздері келіп жатыр, сабаққа қатысып жатыр, ақ тілегін жаудырып жатқан халыққа мен барып, ойбай, мен осындай едім деп ақталмаймын ғой. Ал енді жаңағыдай бірді екілі адамдар, не стоит? Ерасыл қайда? Ерасылды прямо қосасыз ба дейді. Ерасылды қосып жіберейін, қане Ерасыл не айтпақшы маған? Ерасыл, сен қайдасың? Ерасыл.
Ага, Ерасыл. Я тебя не вижу, Ерасыл. Ерасыл деген балапан, 15 жастағы балапан. Өткенде мен оған дұрыс емес, кез келген адам сауатты бар. Сондықтан ешкімді сауатсыз деуге болмайды. Менде бір реально сауатсыз болған, сабақ оқымаған, өмір бақи болып жүрген бір қыз болған. Әке шешесі тастап кетіп, нағашылар асырап алған, нағашылар өмір бақи құлдықта ұстаған, сабақ оқытпаған. Ол кінәлі ма ол үшін? Кінәлі емес. Бір адам бір әріпті қате айтпай жатса, грамотно жазып үйрен, өтірін қой деп айтып жатамыз ғой. Олар кінәлі емес. Олардың оқитын мүмкіндігі болмағанына они не виноваты вообще. Ерасыл, мен сен көріп тұрған жоқпын. Ерасылдың маған айтары бар дейді. Ерасыл деген балапан карантин біткен бойда Мекке Мединаға кетіп бара жатқан бала. Мен 2 балаға жолдама бергем. Екеуі де өте қарапайым отбасының балалары. Сол балалардың біреусі Ерасыл болу керек. Кәне Ерасылды мен көріп тұрған жоқпын. Мамасита ТВ. 13 жыл стажымыз бар, шүкір дейді. Міне білімді кісілердің барлығы. Қанша мұғалімдер, ұстаздар қатысып жатыр. Сондықтан так, Ерасылды мен көре алмай қалдым. Туған күніңізбен рахмет. Да, не стоит они. Конечно, оған энергия құртуға, мен оларға энергия құртатын болсам, олармен алысатын болсам, мен жұмысымды кім істейді, оқырманымен кім тілдеседі, тікелейге кім шығады, сабақты кім өткізеді, азаннан кешке шейін кім вебинар тыңдайды, уақытында жоқ бір жағынан. Ботам менің. Кім берді оны саған? Беріп келші мына жерге. Әпке берді ма саған? Әпке жақсы ма екен? Жақсы. Машалла. Менде 19 жыл өтілі бар ұстазбын. Ой, Аллах тағала берекет берсін. Вообще негізі қазір енді айтып жатырмыз ғой, дәрігерлерді құрметтеу. Әр мамандықтың өз несі бар ғой. Әр мамандықтың өз қадір қасиеті бар. Бірақ денсаулығы ауыратын адамға дәрігерден қадірлі адам жоқ та. Мысалы үшін мен үшін ең қадірлі мамандар бұл мұғалімдер. Мен кезінде қазақ тілі мұғалімім мені қатты жақсы көрді. Тәукен ағай дейтін, біз табиғатшының аты. Тәукен ағай қатты жақсы көреді. Мен диктант жазсам сүйсініп оқиды, шығарма жазсам бар ғой, сүйсініп оқитын да. Сосын ана кісі үнемі мен сабақта отырам, почему-то менің қасыма келіп басымнан сипап тұратын. Сол кісіні жақсы көргендіктен мен қазақ тілі мен әдебиетті көзімді жұмып оқи беретін болдым. Мен жаттау, кітап оқу деген шемішке, Айнұр сен қатты оқисың дейді, бітті, мен содан далақтап кетемін ғой жаңағы. Отбасымнан ала алмаған мотивацияны маған ұстаздарым бергенді. Ұстаздарым. И сол ұстаздарым, егер сол қазақ тілі әдебиетінен маған бір қатыгез, қатал, сенің қолыңнан түк келмейді дейтін, желкемнен ұшып біреу болғанда, бәлкім мен қазір Айнұр Тұрсынбай болып қалыптаспаған да болар ма едім да. Кешегі карантин кезінде қаншама ата-аналар жынға ағып кетті ғой. Жынға ағып кете жаздады, иә. Балаларына оқыта алмай, өз баламыз өзімізге жын көрініп шаршап кеттік қой. Мен өзім балаларды сабақ оқытпаймын вообще. Не үшін? Сабақ оқытсам ұрып тастай беретін. Оқытсам мейірім шыдамайды, ұрып тастай беремін. Ассаламу алейкум. Жоқ, мен де прямойға шыққам ғой соған. Конкурс қашан болатын болды? Мен ана туған күнмен құттықтап едім барлығы, сөйтіп кетіп жатыр да. Мен бар ғой, жаңағы Ерасылды қосқым келді. Ерасыл деген бір ой ағып тұрған күшті сөйлейтін бала еді. Сол баланы таппай қалдым. Ерасыл, Айберген, Нұрхан, және де кім еді өткенде тағы да. Диас бар. Диас та менен қажылыққа жолдама алып кетіп бара жатыр. Менің де туған күнім. Туған күніңіз құтты болсын. Ерасыл Мағзумов, Айберген деген балалар болған. Бірақ екеуісіне таппай қалдым. 8 мыңға жуық адам, сізде де ұйқы қайда? 100 жасаңыздар, рахмет. Медицина саласында жұмыс жасаймын, Гүлжан Қыдырқұлова. Мен отбасы құрғаныма 16 жыл болып бала көтере алмай жүрдім, бірақ бір алладан үмітім бар. Медицинаның қай саласында істейсіз біріншіден? Екіншіден, 16 жыл деген ничего страшного, вообще проблема емес.
егер сіз полностью өзіңіз дайын болсаңыз, сіздің миыңыз дайын болса, сіздің организміңіз баланы қабылдауға дайын болады. Не үшін бала көтере алмай жүрсіз, ойланып қарадыңыз ба? Денсаулығыңызда кінәрат болса, мысалы үшін матқыңызда, жатырыңызда кінәрат болса, қандай ер азаматқа, әкеңізге, күйеуіңізге, кімге қатты ренішіңіз болды? Отпускать надо сол ренішті, жіберу керек. Біздің тәніміз, біздің жан дүниемізбен, миымызбен тығыз байланысты. Біздің матқымыз бөлек жүрген жоқ қой. Ол киім емес, бөлек киіп алады. Ол біздің ағзамыздың, денеміздің ішінде ғой. Сондықтан ағзамыздың ішінде болып жатқан бүкіл құбылысты басқарып тұрған мына жақ. Осы жақпен ойланып көру керек та. Мен сізге хат жазғым келеді, сұрақтарым бар. Өкінішке орай хат ашу мүмкін емес. Қазір мен мүлде хат оқымаймын. Өйткені хат слишком көп. Апай, мен Ерасылмын дейді. Ерасыл мамасының парақшасынан шығып кеткен ғой. Әлі отырасыз ба? Жоқ, 5 минут уже болды, сала берсең болады. Ерасыл, қалайсың, көкем? Апай. Рахмет, жаным. Сен тағы интернетің нашар ұстап тұр ғой. Интернетің тағы нашар ұстап тұрған сияқты ғой. Жоқ, менікі комментарий бармай жатыр, білмеймін, тағы да өткен дейді. Сен өзіңді көріп тұрмын, бірақ қатып қалып тұрсың. Ерасыл, Меккеге дайындық қалай? Супер, керемет барлығы. Намаз бастадың ба? Әрине бастадым, бүгін 5-ші күн. Машаллах, аузың берік па? Аузым берік. Отырып алған жоқ, мен сыйладым. Ерасыл, сен жасың қанша деді? 15-те. Қайша әлі көрмеген екен, білмейді, бұл бала не үшін Меккеге барады деп жатыр. Ерасыл және Ерасыл 15-те, Диас 16-та. Екеуіне 2 жолдама сыйладым ғой. Күшті, олар қайда? Қазақстанда тұрады ма? Біреуі Сәтпаевта тұрады, Ерасыл, Диас Талдықорғанда тұрады. Сондықтан қалай туған туысқандарын құттықтап жатыр ма, Ерасыл? Әлі біраз адамдардың құттықтау түсіп жатыр енді. Шүкіршілік білдіріп, намазды былай егеріп, басында намаз оқығанда біраз шатасатын шайтанның да былай түртуі да болды, енді біраз қызықты көрдік, бірақ енді ақырын адаптацияға түсіп, енді жақсылығына қарай жүріп келе жатырмыз. Меккеге барғанда қандай дұға тілейсің? Ең бірінші дұғаң қандай болмақ? Ең бірінші дұғам, әрине мені осы жаққа алып келген бірінші себепші сіз болдыңыз ғой, бірінші сіз үшін деймін. Маша, Аллах разы болсын. Аллах разы болсын. Сосын барып, әке шешем үшін тілеймін. Сосын барып, өзім үшін, бауырларым үшін, қасымдағы ет жақыным, ағайындарым үшін, барлық елім үшін басым. Сен о жақта Меккеде 3-4 күн боласың, Мединада 3-4 күн бүкіл Қазақстан халқына жеке-жеке жасаймын десең де уақытың болады сенің. Иншаллах. Сондықтан барынша уақытың бәрін Қағбаның қаратасының жанында отырып өткізесіңдер ғой енді бұйырса. Диас екеуің бірге барасыңдар. Сосын өткен сабақта біз бір адамға жолдама бергенбіз Меккеге. Сол жолдаманы ұтып алған кісі де сіздермен барады. Әлі кім ұтқаны әлі белгісіз. Сондықтан жақсы, Ерасыл, Аллах разы болсын. Сізге де разы болсын. Ақ жол берсін Аллах тағала. Әмин. Сондықтан 11 мамыр күні сабағымыз басталады, бірақ 10 мамыр тіркеу аяқталып қояды. Меккеге кетіп бара жатыр 15 жастағы бала. Иншаллах, карантин бітсін, кетеміз. Ал рұқсат етсеңіздер, мен тамақ енді ішейін деп жатырмын. Бүгін что-то мен басым қысты ма бір нәрсе болды. Бүгін еще терапиялық сабақ алған ғой. Терапия алып жүрмін ғой қазір. Глубокий травмалармен жұмыс істейтін сабақ өтіп жатырмын да, өзімнен бастап. Сол кішкене басымды қысып жатыр. Барлықтарыңызға қайырлы түн тілеймін. Аллах зейіндеріңізді ашсын. Мейірімді болайық. Адамдардың бәріне жақсы тілек айтыңыздар. Ұйықтайтын кезде бір адамды қуантып ұйықтаңыз. WhatsApp-ыңызды ашыңыздар, жаным менің, сен өте жақсы адамсың, мен сені қатты жақсы көремін деп адамдарға мейірім сыйлаңыздар, қуантыңыздар, жылы комментарий жазыңыздар. Сонда әлбетте Аллах сізді 10 есе қатты қуантатын болады. Көңіл күйім түсіп тұр екен, мен бақытсызбын, менің жолым болмайды, мен қарыздан, кредиттен құтыла алмай жүрген кезде елдер неге құтырады деп ішіңіздегі уды сыртқа төкпеңіз. Сондықтан барлықтарыңызға қайырлы түн. Мүмкіндік болса кіремін, енді кірмеуім де мүмкін. Сәттілік тілеймін. Ертең Тұрсынбек Қабатов екеуміз бомба эфир жасаймыз. Ертең ровно сағат 12-де Тұрсынбек Қабатов пен Тұрсынбаева Айнұр. Тұрсынбекке не туралы сұрақ қояды десем, сіздің әзілдеріңізді естігіміз келеді дейін ма? Ертең сондай болайын деп тұр. Кездескенше сабаққа жазылыңыздар.